Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін үйде осындай үлпілдек дәмі керемет бауырсақ жасайтын боламыз. Алдыменен ұнымызды дайындап аламыз. Ұнымызға дрожь қосамыз. Мен ұнның үстіне сала берем прямо. Тұз қосамын керегінше. Араластырып аламын бір ұн менен тұз дрожьды. Бұның ортасын ашып сұйық құямын. Енді осының үстіне жылы суымды құйып нан илеп бастаймын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майонез қосып елесеңіз де болады, жұмыртқа қосып елесеңіз де болады, маргарин қосып елесеңіз де болады. Міне қамырымды илеп болдым. Осындай жылтырап, жақсы средний орташа жұмсақ қамыр болу керек. Тым қатты да емес, жұмсақ та емес. Осындай қамыр болу керек. Бұны енді үстіне салапаны жауып, көтерілгенше қоқ қоямын. Жарты сағат, 1 сағат. Міне енді қамырым да көтерілді. Бұны енді бөліктерге бөліп аламын. Ішін тазалап сөйтіп бөліп аламын. Жайғанға ыңғайлы қылып. Енді қамырымды жайып бастаймын. Оқтаудың көмегімен сөйтіп жайып аламыз. Қатты қалың болмау керек, қатты жұқада болмау керек, орташа. Міне жайып болынды. Енді бұны осындай ненің көмегімен кесемін домалақ. Арқандай формалармен кессеңіз болады. Осындай домалақ формаларменен кез келген стаканның көмегімен өздеріңіз қалай ыңғайлы. Міне осындай болады көлемі, қалыңдығы. Енді бұны қойып қоямын, көтерілсін. Екінші қамырым жайып бастаймын. Бұны да солай қалыңдығын орташа, қалыңдың емес, жұқада емес. Болып қалды бұл қамырымда. Бұны да сөйтіп басып, кесіп аламын. Міне осындай жаңағыдай. Бұны да сөйтіп тізіп қоямын, қамыр көтерілу керек. Міне тізіп алдым. Бұл біраз тұру керек, тынып, көтеріліп. 10-15 минуттай тұру керек. Міне дайындап қойдым. Енді міне көтерілді қамырымыз. Білініп тұрыя, көтерілген томпиып. Енді бұны майыма қуырып аламын, бауырсақ қылып.
Міне бауырсағымды қуырып алдым майға. Екі жағын. Міне бауырсағым дайын. Менің каналымнан қандай рецепттер көргіңіз келеді? Қолдап отырыңыздар. Міне осындай жұмсақ бауырсақ болады. Міне тағы да көрсетейін. Бәрі біркелкі томпиып піскен. Міне біреуін ортасын көрсетейін сындырып. Мында. Рахмет.